Әр асиден бір қорап сода табылады. Бұл иісі жоқ ақ ұнтақтың көмегімен тамақ дайындауға, кез келген беттерді тазартуға, кір жууға болады. Ал сода теріге де тамаша әсер етеді. Әсіресе ол аяқтың терісі зақымданғанда жақсы көмектеседі. Пищевая сода қандай қасиеттерге ие? Сода химиялық құрылымы бойынша сілті болып табылады. Сондықтан оны қолданғанда едәуір агрессивті орта түзіледі. Ол мынандай қасиеттерге ие. Антибактериалды. Көптеген бактериялардың көбеюіне жол бермейді, әсіресе саусақ арасындағы аймақтарда. Құртқа қарсы. Табиғи қатпарлар мен тырнақтағы саңырау құлақтармен күресіп, олардың өсуі мен дамуына кедергі келтіреді. Дезинфекциялық. Теріге профилактикалық әсер етеді. Тазартқыш. Барлық қатпарларды тазалап, тері бетін таза етеді. Жұмсартқыш. Қалыңдаған, қатайған теріні жұмсартады. Қабынуға қарсы. Ісіну мен тітіркенуді азайтады. Регенерациялаушы. Жасушалардағы зат алмасуды ынталандырады. Бұл тері жасушаларының тез жаңаруына және микрожарақаттардың жазылуына ықпал етеді. Соданы аяққа қалай қолдануға болады? Сода аяққа негізінен содалы ванналар түрінде қолданылады. Бұл ванналар тек содадан немесе қосымша ингредиенттермен жасалуы мүмкін. Маңыздысы соданың концентрациясын тым жоғары етпеу. Өйткені сода сілті. Ол теріні тітіркендіріп, қабыну мен күйікке әкелуі мүмкін. Содалы ванналар не үшін қолданылады? Біріншіден, олар аяқтың терісін тамаша дезинфекциялайды. Саңырау құлақтар мен қажетсіз бактерияларды жояды. Тері микробиологиялық тепе-теңдікке келгенде жағымсыз иіс жойылады, тері жағдайы жақсарады. Екіншіден, олар теріні және тырнақ асты аймақтарын терең тазартады. Бұл сабын кетіре алмайтын кірден арылуға көмектеседі. Үшіншіден, олар қатайған теріні жұмсартып, жиналған өлі эпидермис қабатынан ауыртпай арылуға мүмкіндік береді. Төртіншіден, олар шаршауды басады, қан айналымын жақсартады және тығыз аяқ киімнен кейінгі ісікті азайтады. Қандай содалы ванналар жасауға болады? Біріншіден, классикалық ванна. Ол аяққа жұмыс күні немесе ұзақ серуеннен кейін дем береді. 1 литр жылы суға 2 ас қасық сода қосылады. Айта кету керек, содалы ваннаны 20 минуттан артық жасауға болмайды, өйткені тері тітіркенуі мүмкін. Екіншіден, соданың әсерін теңіз тұзы күшейтеді. Бірақ мұндай ваннаны 8 минуттан артық жасауға болмайды. 2 литр жылы суға 2 ас қасық сода және 2 ас қасық теңіз тұзы қосылады. Үшіншіден, сүтті содалы ванна аяқ терісін тез ретке келтіреді. 1 литр сүтті жылытып, оған 1 шай қасық сода қосады. Процедурадан кейін аяқтарыңызды танымай қаласыз. Өкшелер барқыттай болып, саусақ арасындағы кедір бұдыр жоғалады және саңырау құлақтар кетеді. Төртіншіден, сутегі асқым тотығы мен содадан жасалған ванна өкшедегі жарықтар мен қажалған жерлерді кетіруге көмектеседі. Суық суға сода мен сутегі асқын тотығын 2 ас қасықтан қосады. Бесіншіден, сода мен йод қосылған ванна мозольдерді инфекциядан сақтайды және қажалған жерлердің тез жазылуына ықпал етеді. 2 литр суға 2 ас қасық сода және йод қосылады. Содалы ванналарды жүйелі түрде қолдану керек. Процедураны кем дегенде күн аралатып жасау ұсынылады. Қай жағдайда содалы ванналарды жасауға болмайды. Біз сода теріге сілтілі әсер ететінін айтқанбыз. Сондықтан үлкен эрозиялық зақымдар мен терең жаралар кезінде содалы ванна жасауға болмайды. Әрдайым қолданылатын ерітіндінің концентрациясына және процедура уақытына мән беріңіз. Өзіңізге көңіл бөліңіз. Сонда аяқтарыңыз жақсы көрінісімен ғана емес, таңғажайып, сергектігімен де қуантады. Осы тақырып жөнінде ойыңызды осы видеоның астына жазыңыз. Жаңа танымдық видеоларды жіберіп алмау үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып, барлық хабарламаларды алуды белгілеңіз. Денсаулық пен ұзақ ғұмыр тілейміз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін бәрінен маңызды. Каналға қазір тіркеліңіз, жаңа видеоларды бірінші болып көру үшін. Лайк басып, бізге мотивация сыйлаңыз.
Қандай видеоларды көргіңіз келеді? Комментке жазыңыз. Сіздің ойыңыз біз үшін бағалы. Әр қолдау бізге жаңа күш береді. Сізсіз бұл арна өспейді.